бүгін балалық кезімдегі СССР кезіндегі коржик жасаймыз. Ол үшін 30 граммдай сары майымызды және жылы сүт, 1 стакан жылы сүтімізді, 200 грамм жуасында тәттімізді, шекерімізді саламыз. Және бір жұмыртқамызды шағып саламыз. Сосын барлығын араластырамыз. Яғни бұл жердегі шекеріміз ерігенше жақсылап араластырамыз. Осы жердегі маргариніміз ермеген, ол ешқандай несі жоқ. Оны салған кезде ол еріп кетеді өзі. Жақсылап құм шекеріміз еріп болғаннан кейін 1 стакан сұйық майымызды құйып, оны да араластырамыз. Осы жерде 1 шай қасық ас содасын, уксусқа өлтірілген ас содасын араластырып саламыз. Одан кейін 1 шай қасық ұмытпаңыздар, 1 шай қасық және ванилин саламыз. 15 грамм бұл жердегі ванилин. Және жоғарыда айтып кеткендей сары майымызды салып барлығын араластырамыз. Мінекей біздің дайын болды. Енді ұнымызды саламыз. Шуғамен ұнымызды сала береміз. Мен бұл жерде 500 грамм дедім. Енді қамырдың өзінің дайындығына қарай сала береміз. Жақсылап араластыра отырып, жайлап отырып, араластырып қамырдың дайындығын көреміз. Бұл жерде қамырдың ерекшелігі қолға жабыспайды, бірақ өте жұмсақ, майлы, бір ерекше керемет қамыр шығады.
біздің қамырымыз қандай керемет нәзік, өте көз керемет қамыр. Енді өздеріңіз қолмен жасаған кезде көрсеңіздер, өте керемет қамыр. Оқтауымызбен 7-8 сантиметр қалыңдықта оқтаумен жаямыз. Қамырымыздың сондай кереметтік, жұмсақтығы, нәзіктігі қай икемге келтірсеңіз де келе береді. Қолыңыз оқтаусыз да, қолыңызбен әсін жай ғана бассаңыз да керемет болып тұр. Енді мен қамырды оқтаумен жаямын. Және мына жерде конфетницамды пайдаланам коржик көлемін жасау үшін. Мен конфетницаның жиектері ирек-ирек, сол иректер ұнады, мен сол арқылы жасап шығам. Мінекей осылай конфетницаның көмегімен арқылы дайын коржиктарымызды дайындаймын. Мына қамырына мен қазір 4 бөлек дайын, өйткені мен духовкамның ыдысыма 4 қана коржикті саламын. Арнайы қағазымды төсеп, көріп тұрғандарыңыздай алғанның өзінде де өте керемет нәзік, үзіліп кетердей болып тұр. Менің өзіме қамыр өте керемет, қамырдың нәзіктігі қатты ұнады. Қалған қамырларды жинап, бұл жерде мен жинап, екінші жинақтап, зүбалап қоямын да. Дайын духовкаға қызып тұрған 210, 220 немесе 250, әркімнің духовкасына байланысты, сондай градуста, 250 градуста мен қойдым өзім. Міне 4 немді арнайы қағазбен төсеп салып қойдым. Мына қалған зуалыларды жинаймын, жинап алып зуалап қоямын қамырларында. Келесі коржигімді жасаймын. Сол 250 градуста қызып тұрған, көп емес, 15-20 минуттың ішінде дайын болады. Бұл жерде ең бірінші духовкаға салмас бұрын суға ерітілген шекерімді коржиктің бетіне жағып шығамын, төртеуіне де жағып, сосын шекерді тақтап сүйіп шығамын. Бұл жерде әркім арқылы қолдануға болады. Сулы шекерді жақпай-ақ та сеуіп те шығуға болады, бірақ мына сіңімді өте керемет болады. Жоғарыда айтқандай, мына 250 градуста қызып тұрған духовкаға салдым коржигімді. Бұл коржикті көп ұсталмайды.
қарап отырған кезде егер сәл сарғыш түнге енсе, түске енсе, яғни бұл біздің коржығымыздың дайын болғандығы. Міне біздің коржығымыз дайын болды. Өте жұмсақ, тәтті, бетінің шекерінде көріп тұрсыздар, әдемі болып тұр, сіңді, шашырап төгілмейді. Жесең жегің келе беретіндей балалық кезімдегі коржығым есіме түсіп, міне осыны жегім келген еді, жасағым, міне жасап шықтым. Мен балама өзімнің осындай бала кезде осындай коржық жегенімді көрсеткім келген. Балама өте қатты ұнады. Сіздерге де менің рецептім ұнап жатса, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.